Мұстафа Шоқай 1890 жылы өмірге келіп, 1941 жылы өмірден озған көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері. Ақ мешітте Ақсүйек әулетінде дүниеге келген. Петербург университетінің заң факультетін үздік бітірген. 1917 жылы ақпанға дейін мемлекеттік думаның мұсылмандар фракциясында Түркістан жөніндегі хатшы болып жұмыс істеді. Және ол Түркістан автономиясының жетекшісі. Ауыл молдасынан хат танығаннан кейін 1902 жылы Ташкенттегі ерлер гимназиясына оқуға қабылданады. Ағылшын, француз, түрік, өзбек, орыс тілдерін білген. Студенттік жылдары империя астанасындағы демократиялық қозғалыстарға қатысады. Түркия арқылы алғаш Германияға, сонан соң Францияға барып орнығады. Иммиграцияда жаңа Түркістан, жас Түркістан журналдарын шығарып, кеңестің озбыр саясаты туралы зерттеулер жазады. Қайраткер 1941 жылы 27 желтоқсанда Берлинде жұмбақ жағдайда қайтыс болады.